Министрлік жұмысының маңызды бағыттарының бірі диаспоралық саясат саласы. Бүгінгі таңда бір терезе қағидаты негізінде қандастарға мемлекеттік қызметтер көрсетудегі бизнес процестерді оңтайландыру бойынша жол картасы жүзеге асырылуда. Бұл қызмет іске қосылған соң қандас мәртебесін алу үшін репатрианттардан қажетті құжаттардың санын 46-дан 20-ға дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Барлық мемлекеттік қызметтер 5-6 мемлекеттік органнан бір ұйымға халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстырылады. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімі 6 айдан 3 айға дейін қысқартылады. Қандастарда ақпараттық қолдау орталығы, байланыс орталығы және 10 өңірде фронт офистер ашылды. Қазақ радиосында шетелдегі қазақ диаспораларының өзекті мәселелерін және оларды Қазақстанда әлеуметтендіруді талқылайтын қандастар бағдарламасы ашылды. Сонымен қатар, Қазақ ТВ телеарнасында шетелде тұратын отандастарымыздың қазақ тілін үйренуіне көмек көрсету мақсатында арнайы бағдарлама көрсетіледі.